Өнер тапқыш әйгілі инженер сонау ғасырда өмір сүрсе де, болашақта не болатын көзімен көре білген ақпараттың барлығын космостан алған Никола Тесла арман орындаудың кодын білген екен. Ол 369 коды деп аталады. Оны ол Құдайдың өзі жіберген код деп айтады. Және осы кодты Никола Тесланың арманымызды орындау үшін қалай пайдаланамыз? Бұл видео сол туралы болмақ. Сәлем достар, менің есімім Айнара Байжан, мен нейропрактикпін. Нейропрактик деген адамның миының күші арқылы, тәні арқылы өміріндегі аңсаған армандарына қол жеткізудің жолын көрсететін эксперт. Менімен бірге болыңыздар. Дәл осы каналда мен сіздерге өте күшті техникалар, қымбат сабақтарда берілетін мықты техникаларды, әдістерді, қазақша манифестацияның жолдарын көрсететін боламын. Олай болса практикаға көшейік. Егер адамдар 3, 6, 9 сандарының сырын білсе, оларда әлем заңдылықтарының кілті қолдарында болар еді дейді Никола Тесла. Никола Тесла мистикаға сенген сияқты, таңбаларда магия бар деп, соны зерттеп тіпті манифестацияны, яғни арман орындауды осы символдармен байланыстырған. 17 минуттық техника Абрахам Хикс деген адамнан үйренген екен. Ол бұған ұқсас техника Теслаға дейін ертеректе де болған. Яғни әлемнің заңдылықтарын үйренген адамдар осы таңбаларда сиқыр бар деп сенген. Никола Тесла да өз замандастарынан дамып кеткен адам. Ол өнертапқыш, инженер. Ол кез келген заттың тереңе үңіле алған. Дәл қазір біз қолданып жүрген күн сайынғы интернет, жарық, барлығы осы Никола Тесланың тапқан инженерлік өнертапқыштығының арқасында біз қазір осыларды пайдаланып отырмыз. Ол кез келген заттың тереңіне үңілген. Осындай бір мезгілде бірнеше ауқымға, бірнеше территорияға таралатын жарық энергиясы, интернет желісінің энергияларын зерттей келе, ол 3, 6, 9 деген сандардың құпиясына көз жеткізген. Бұл 3, 6, 9 деген сандар ерекше энергиялы сандар дейді. Бос энергия қалай жұмыс істейтінін өмір бойы зерттеген Тесла бірнеше мәлімдеме жасай алған. Яғни ол зерттеп, осының дәлелдеп берген осы цифрлардың сиқырлығын. Осы ерекше энергияның кодын ол Құдайдың коды деп айтқан. Мен қазір сіздерге осы методика туралы түсіндіргім келеді. Тесла бұл білімін шәкірті Невил Годдардқа беріп кеткен екен. Бұл 3 цифра, 3 символ энергияның коды болса, ол бүкіл ғаламға кез келген адамның арманының орындалуына көмектеседі. Жалпы Никола Тесла осы 3, 6, 9 деген сандарға қатты сенген. Ол бір жерге барған кезде қонақ үйге тоқтаса 3 немесе 33, 36 деген сияқты номерлерді тоқтаған. Ол паркте қыдыратын болса, паркты 3 рет айналған немесе 6 рет айналған. Бір дұға оқитын болса, оны 3 рет, 6 рет немесе 9 рет оқитын болған екен. Сондықтан да осындай ерекше энергияға толық 3, 6, 9 деген код арманға пайдалануды сіздер де кез келген уақытта күн сайын тіпті пайдалана аласыздар. Тағы да айтады, Никола Тесла тамақ ішердің алдында ол өзінің үстелін 18 салфеткамен сүрткен деп. Енді тым ақылды адамдардың біз білмейтін біртүрлі қылықтары, сырлары болуы норма. Жер бетіндегі барлық нәрсе математика заңдылықтарына бағынады. Кез келген адам әйтеуір бір арманын орындағысы келеді. Ақша тапқысы келеді көбірек, күшті жұмысқа тұрғысы келеді, бақытты қарым-қатынасты аңсайды, әдемі махаббатты аңсайды, бала сүйгісі келеді. Әйтеуір адам үнемі бір арманға қол жеткізгісі келіп жүреді. Никола Тесла айтады, адамдар 3, 6, 9 деген санды арқылы осы армандардың кез келгеніне қол жеткізе алады. Яғни практика қалай жасалады? Практика күнде 3 мезгіл жасалады: таңертең, түсте және кешкісін. Таңертең тұрған кезде сіз арманыңызды 3 рет жазуыңыз керексіз. Бірінші, қалауыңызды, арманыңызды четко формулировка дейді, четко жазып алу керек, яғни ап-анық қылып жазып алу керек, осы шақта жазу керек. Мысалы үшін, мен Мерседес көлігін алғым келеді, Мысалы, сіздің арманыңыз Мерседес көлігін алу. Мен Мерседес көлігін алуды армандаймын деп емес, мен Мерседес көлігіне қол жеткізгеніме қуанамын. Яғни қандай да бір сезім қосылу керек. Сезіммен суреттелу, сезіммен баяндалу керек сіздің арманыңыз. Мен Мерседес көлігін алғаным үшін қуанып отырмын. Немесе мен ай сайын 1 миллион теңге жалақысы бар жұмыс тапқаным үшін рахаттанып отырмын. Немесе мен өзімнің ұзақ армандаған махаббатты кездестіргеніме шүкірлік айтып отырмын деген сияқты осындай сезім қосылған арманыңызды уже орындалғандай етіп жазу керек. Яғни таңертең ұйқыдан оянғаннан кейін 3 рет жазасыз. Мен Мерседес көлігіне қол жеткізгеніме қуанып отырмын. Мен Мерседес көлігін
Мерседес көлігіне қол жеткізгеніме қуанып отырмын. Мен Мерседес көлігіне қол жеткізгеніме қуанып отырмын. Яғни 3 рет жазамыз. Одан кейін 3 рет дауыстап оқимыз. Болды, ұмытып кетеміз. Одан кейін түстен кейін 6 рет жазамыз. Дәл осы біздің арманымызды тура осындай формулировкада 6 рет жазамыз. Кешкісін ұйықтардың алдында 9 рет жазамыз да, 9 рет оқимыз. Және міндетті түрде сезімді қосып оқимыз. Осылайша таңертең 3 рет, түсте 6 рет, кешкісін 9 рет күн сайын жазу арқылы біздің миымыз сол арманымызды орындауға өзі жұмыс жасайды. Никола Тесла бұл техниканы космостан алған деген түсінік бар. Мүмкін ол қате болуы мүмкін, мүмкін ол аңыз әңгіме болуы мүмкін, бірақ Никола Тесланың шәкірттері де, оның білімін зерттеушілер, одан әрі зерттеушілер де барлығы оның 6, 3, 6, 9 деген сандарға қатты мән бергені туралы айтылады. Бұл техниканы орындап көрген адамдар өте көп. Көбісі өздерінің армандарына осы техника арқылы қол жеткізген. Сондықтан да мен сіздерге сәттілік тілеймін. Осы техниканы пайдаланып, армандарыңызға қол жеткізіңіздер. Ал менің YouTube каналыма сіздердің қолдауларыңыз дәл қазір өте қатты қажет. Маған лайк басып, комментарий жазып, подписация жасап қойыңыздар. Сау болыңыздар, келесі видеода кездескенше.